25 май соңғы қоңырау дегеннің қай жақтан келіп шықты, оның мақсатыне соны бір анықтап алайық, иә? Мархамат. Бұл бойынша ізленіп көрдім. Һәм 1948 жылы 25 май күні Краснодардағы 12-ші мектептің директоры Федор Брюховецкий һәм Москвадағы 182-ші мектептің директоры Георгий Асиев деген адамлар бірінші болып басылап берген екен бұны. Бұны басылаудан мақсат біріншісі мектеппенен қошласу, екіншісі жаңа басқышқа қадам қою, һәм үшіншісі жылдар давамында оған білім берген мұғалімдерге шын көңілден minnetdarchilik білдіру мақсатында істелген екен. Һәм 1971 жылдан басылап бұны сол мектептің рәсми жаңағы тәдбіріне кіргізген екен. Енді одан кейін оқушылар бәршесі үйіне қайту керек қой. Қалғаны бұл адамлардың өзінің ойлап тауып атырғанлары. Отырыспаққа барады, жаңағы автомобильменен көшеде сейілетіп атырыпты. Бұлардың бәршесін адамлардың өзлері ойлап тауып атырыпты да.